Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Біздің бүгінгі дәрісіміз ғылыми танымның құрылымы және деңгейлері тақырыбына арналады. Бүгінгі дәрісті оқушы әдеттегідей Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, соның ішінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының доцент міндетін атқарушы Нұрсұлтан Жұмабекұлы. Әдеттегідей дәрістің жоспарына көшсек, бірінші сұрақ бұл ғылыми танымның түсінігіне арналады, яғни ғылыми таным мәселесін анықтама беру, оның сипаттама және түсінігіне тоқталу, сондай-ақ әдіснама, яғни ғылымның танымның негізі ретіндегі рөлін анықтау, сондай-ақ ғылыми таным әдістерінің классификациясына тоқталу. Жалпы біз өткен дәрістерде қарастырған болатынбыз, бұл ғылым дегеніміз әлемді танудың ерекше және жүйелі тәсілі екендігі туралы, яғни ол білімді жинақтап, талдау арқылы шындыққа қол жеткізетін ерекше құбылыс болып табылады. Ғылымның мақсаты не? Ғылымның мақсаты табиғат пен қоғам заңдылықтарын ашу және оларды түсіндіру, талдау. Ол қарапайым білімнен күрделі зерттеу әдістерімен, дәлелді мәліметтер жинақтаумен және жүйелі тәсілдер арқылы жүзеге асады. Ғылым білімнің нақты, дәлелді және тексерілетін түрі ретінде адамзат дамуының маңызды бөлігі болып табылады. Ақыл парасат, сана сезім иесі ретінде адамның ең басты қасиеттерінің бірі ол өзін қоршаған ортаны, өзін қоршаған әлемді танып білуге деген ұмтылысы арқылы айрықшаланады. Адам айналасындағы әлеуметтік дүниені, табиғи әлемді танып білу барысында олардың ішкі құпиясына үңіледі. Олардың қасиеттерін анықтауға тырысады және оның жалпы диалектикалық тұрғыдағы даму заңдылықтарын зерттейді. Таным объективті әлемнің құбылыстары мен заңдылықтары туралы білуді мақсат еткен процестердің жиынтығы. Таным гносеологияның, таным теориясының негізгі пәні болып табылады. Ал батыстық ғалымдар ғылыми танымды зерттейтін ғылым саласын эпистемология дейді. Яғни эпистемология дегеніміз бұл ғылым философиясы және оған тән ғылыми танымның әдістерін зерттейтін ерекше бір философиялық ғылыми сала. Соның ішінде ғылыми таным дегеніміз бұл шындық туралы, шынайы білімді өндіруге, ақиқатқа қол жеткізуге, нақты фактілерді жалпылауға негізделген объективті заңдылықтарды ашуға бағытталған танымның түрі мен деңгейі. Таным теориясы өте қажет нәрсе, себебі кез келген ғылыми танымның жетістікке жетуі оның алғышарты болып табылатын теорияға негізделеді. Себебі теория дегеніміз кез келген құбылыс туралы алғашқы бастама, алғашқы болжау, гипотеза құру, ол туралы түсінік қалыптастыру. Демек, таным теориясы адамзаттық философия тарихын, мәдениет пен ғылым тарихын, техника мен практика жетістіктерін философиялық жағынан қорытуының нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар ол қазіргі техникалық революция, ғылыми техникалық революция және жаңаша жаһандық деңгейдегі ойлау жетістіктеріне сәйкес одан әрі тез қарқынды дамуымен тұспа-тұс келуде. Ақиқат бұл жалпы кез келген таным процесінің негізгі мақсаты. Өйткені біз жаңа айттық қой, кез келген таным процесінің мақсаты бұл шынайы білімге қол жеткізу. Себебі таным процесіндегі субъектінің белсенділігіне байланысты қалыптасқан жаңа білім зерттеліп отырған объектіге сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі мүмкін.
ол бірқатар себептерге байланысты. Соған байланысты ғылым мен философияда ақиқат, шынайы білімге қол жеткізу тәріздес мәселе алға қойылады. Бұл бірнеше ғасырлар бойы, тіпті мыңжылдықтарға ұласқан таным процесінің ең көкейкесті мәселелерінің бірі. Ал енді қазіргі ғылым туралы теорияның маңызды бөлігі бұл танымның философиялық методологиясының мазмұны, яғни осы білім сферасының принциптерін, негіздерін, нормаларын, яғни ережелері мен таным процесінің жүзеге асырылуының негізі болып табылатын әдістердің жүйесін қалыптастыру. Бұл әдіснамалық түрде ғылымның болашаққа деген ұмтылысын аңғартады. Ол ғылым тарихы, философия тарихы, сондай-ақ философияның негізгі бөлімдері ретінде гносеология, аксиология, онтологиямен де өте тығыз байланысты. Себебі мысалы гносеология болсын, аксиология құндылықтар ілімі ретінде, туралы ретінде, онтология мен жалпы кез келген ғылыми танымның болмысын ашып көрсету, олардың арасындағы байланыс бұл ғылым философиясындағы негізгі сауалдардың бірі деп айтуымызға болады. Ол теория және әдістің өзара жаңағы байланысын біртұтас жүйе ретінде қызмет ететіндігін аңғартады. Әртүрлі ғылымдарда, білім сфералары мен практикалық объектілерде теориялық және методологиялық жағы тығыз байланыста болады. Бұған дәлел ретінде Гегельдің мына бір пайымдауын алға тартуға болады. Яғни әдіс мазмұнның сыртқы түрі емес, ол оның жанымен анықтамасы деп айтқан бір ұраны еске түседі. Таным әдісі объектіге қайта келіп, оның терең түсіндіріп, заттардың идеалдық конструкцияларын құрастырып, сөйтіп онтологиялық түйіндер мен дүниеге көзқарастық ұстанымдарға тәуелді. Адамның білімі ол кез келген өзінің зерттеу объектісіне бет бұрған соң ол теорияға, ал субъектіге қатысты болса, бұны біз методология деп айтамыз. Яғни методология дегеніміз білім қалыптастыру процесі. Яғни оны адамның, яғни сол таным процесінің субъектісі ретінде танушының қызметінің белгілі бір нәтижесі деп түсінгеніміз абзал. Демек, бұлар онтологиялық тұрғыдан негізделеді. Теория мен методологияның арасында қандай да бір қайшылықтар жоқ, қарама-қайшылықтар бір-біріне бір үстемділік ете алмайды. Себебі кез келген теория қалыптастыру үшін бізге қандай да бір методологиялық тұрғыда бір әдістер жиынтығы қажеттілігі туындайды.